Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бірінші жасайтын боламын. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, 2 жұмыртқамызға осылай 200 граммдай шекер қосатын боламын. 1 литр сүттен істеген соң 200 грамм шекер қосып жатырмын. Сүтімізді де бірден құйып жібермейміз, жай-жайдан араластырып құйып отырамыз. Шекерді де барлығын сол кезде салып жіберіп араластырамыз жақсылап. Разрыхителімізді онымен бірге қосатын боламыз. Онды бірінші салып аламыз, бірнеше бөліктерге бөліп қосатын боламыз. Үстіне разрыхительді қосып, екеуін бірге араластыратын боламыз. Венчикпен жайлап араластырып бастаймыз. Оның барлығын бірден қосып жібермейміз, жайлап осылай қосып, керегінше қосып отыратын боламыз. Онымызды қосып араластырып болған соң, қоюлығын ожаумен көретін боламыз. Ең маңыздысы бұл жерде осындай қайнап тұрған кипяток, ыстық суымыз міне буы шығып тұру керек. Газден қайнап тұрған кезінде алып, осылай ұнды жақсылап араластырып болған соң, үстінен осы кипятогымызды құйып жіберіп, миксермен жақсылап араластырып жіберемін, өйткені іртік қалмауы керек. Тағы кішкене сұйықтау болса, тағы да ұн қосып жібере саламыз. 4 ас қасық май құятын боламыз. Кәдімгі тамақ істейтін майымызды қосып жібереміз. Осылай жақсылап венчикпен араластыратын боламыз. Кішкене шай қасықпен жарты қасық тұз қосып жібереміз. Оны шекер қосқан кезде де қосып жіберсеңіздер болады, қай кезде қоссаңыздар да бола береді. Дайын болған соң осылай қызып тұрған табамызда пісіріп ала береміз. Достар, сіздер міндетті түрде осы рецепт бойынша пісіріп көрулеріңіз керек, өйткені блинчиктеріңіз бірден осылай міне тесік-тесік болып ойдағыдай шығады. Осы рецепт сіздерді міндетті түрде қуантады. Сондықтан менің каналымда тағы да көптеген рецепттер болады. Комментарийға қалдырып кетіңіздер, менен қандай рецепт күтесіздер. Қараңыздаршы, барлығы да ойдағыдай болып, табаға жабыспай, осындай әдемі ажурный болып шықты. Жай өзін осылай тарелкаға салып ұсынсаңыз да болады. Немесе ішіне неше түрлі начинкаларды істесеңіздер де болады. Қаймақпен, творогпен өз қалауларыңыз бойынша менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда көптеген рецепттер болады. Ал ас болсын, сіздермен болған Айтгүл.